Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы. Құрамында ешқандай дрожжи жоқ, бары болғаны 15 минутта дәл осындай үлпілдек бауырсақтар жасаймыз. Әсіресе аяқ ас қонақтарыңыз келетін болса, немесе дәл осы рецептпен жеті шелпек жасауға да болады, қыздар. Алдымен ысымызға айранымызды қосып, оның үстіне қант, тұзымызды, бір жұмыртқа және де сұйық май, одан кейін кішкене ғана сода қосып жібереміз. Сода қосқаннан кейін оның көлемі кішкене реакция болып үлкейеді. Одан кейін сұйық майдың тек жартысын құясыздар, жартысын қамырды илеп болғаннан кейін құямыз. Ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз оңай болу үшін. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейсіз. Ұнды көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар. Ең соңында қалып қойған сұйық майымызды құйып жіберіп, осылай жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін біздің қамырымыз дайын, қолға ешқандай жабыспайды. Ұн сеппесеңіздер де болады, немесе кішкене сеу жерге де болады. Бұл ешқандай қиыншылық туғызбайды. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оңай, қыздар. Сөйтіп біздің қамырларымызды бөліп алып, жайып аламыз. Өзімізге керекті формалармен бірнеше бөліктерге кесіп шығамыз. Менде осындай дөңгелек пішіндес форма болды. Қамырымыз қатты қалың болып кетпесін, қыздар. Мінекей дәл осындай жуандығы болуы керек. Қызып тұрған майды алдымен қыздырып аласыздар да, одан кейін бауырсақтар салғаннан кейін астын орташа отта қуырасыздар. Қуыру барысында міндетті түрде осы алмастырып жылжытып отырыңыздар. Сол кезде іші де толықтай пісіп, өзінің көлемі бауырсақтардың 2 есеге дейін үлпілдеп, осылай күшті болып пісетін болады. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, дәл осы видеоны таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.